Армысыз қазақ ұлты. Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Ана кеше біраз тақырыптар айттым ғой. Сол тақырыптың бүгін қорытындысы болып тұр да, ауызды ашып жиғанша. Баяғыда бір баня өртеніпті дейді, женский баня. Сөйтіп банядан қашып шықса, баняда жақын жерде тұратын келіншек баняға түсіп отқан ғой. Киіміне ештеңеге қарамай, банядан шыға жалаңаш өртеніп отқан баян. Астын жауып жүгіріп үй жаққа қарай жатса, күйеуі шығып айтады дейді: "Ей, бетіңді жап, астыңнан сені ешкім танымайды" деп. Қалай ағайын, бүгінгі жер сілкінісінде үкімет, бірақ үкіметте бет жоқ қой, қай жағын жабарын білмей қалды үкімет. Бұл табиғатпен сөйлесу. Ертеңгі күндері нөсерлеп жаңбыр да жауады, қар да жауады, биыл өзі бір түрлі болады ауа райы. Күтпеген жағдайда. Үкімет болды ғой енді. Орында халықпен араласып, халықтың қалағанын қылсаңдаршы, скоро бет пен арт бірдей болады сіздерде. Оны көресіздер. Сондықтан айтам да, жабатын жерің, арың таза болсыншы. Бар болыңыздар ағайын.